көшім жылқысы дұрыс емес, ойбай мұғалжар дұрыс деп жаңа әңгіме айтып жатыр ғой. Актюбинский популяция көшім. Популяция бұл қысқа төзімдігі, жаздың сыра төзімдігі, сосын ет, сүт беру жағынан Уралдыкінен көп бөлек. Өте жақсы нелері, показательдері. Ете мысалы қостанайлықтар қазір тек көшім деп жатыр. Себебі біз бердік көшімді. Олар мысалы бұрын аткорым жасайды, 5 ай, 6 ай уақыт кетеді, жем шөп кетеді. Сонда мынадай қазы береді, бірақ дәмі жоқ, марбалат сияқты. Ал біздердікі жайыстан келеді, алып тастайды, 2-2,5 келі қазы береді екен. Аға, Актюбинский популяция көшімдерді қай хозяйстволар ұстап отыр сонда бізде Ақтөбе облысында? Ақтөбе облысында мына Тысагыра біздің кәдімгі өзіміздің. Малик Жекеев ағамыз, да? Жекеев. Сосын Жанғанатысы мына қазір ойы жағында. Аман келді. Мына Шұбарда. Амангелді қайыңды ғой ойыл жағында. Олар жақында ғана ояғына барды, бір мына Шұбардың қасында 20 километр жерде болды. Сосын неде Көктаста группасы болды, енді қазір қайтадан көбейтіп келеді. Аққарда болды, Аққардан бір талай кісі алды. Қазір Қарағандыдан келіп 5 айғыр алып жатыр Аққардан көшімін. Тап қазір. 17-лері бітті, 18-лері қалды. Қазақ асылдарында бар, өте жақсы. Олға жерде? Есімжан. Есімжанда, шөт түсіндік. Енді қазір ол қиыр жаққа кетті, қазір ояқта раскол жоқ, енді раскол салып, неткенен кейін көрінет шығады. Енді аға жаңа палуан торы деп айтып жатсыз ғой, торы жылқы деп. Қазір жаңа айттық қой, құла деп бәріміз құла қуып кеттік енді. Жаңа палуан торының жаңа параметрін айтып жіберсеңіз аға. Жаңа кітапшаны? Торы жылқы мұғалжар ұстауға болады, сапасы керек қой. Болады, онда ғана. Баста мына ембі жылқы заводында неткенде писательдің генеалогиясы писательден басталады. Писательдің линиясынан біз парадныйды бөлдік. Парадный заводтың аталығы шығып, ол көптеген шаруашылығы тарап, жақсы пайда берді. Енді одан жаңағы палуанторын шығардық. Палуанторының салмағы қанша тұрбек? 583 па сондай. 580. Қазір жаңағы кітапша бар. Қайда жаңағы? Палуанжан 628 болды ғой. Иә. Палуанжан 628. Среднем жаңағы нелер қайда? Средний промерлері ғой. Жаңағы кітапша жаңа сіздерге беріп едім ғой. Жоқ, сіз алып кеттіңіз. Енді мына талдықтың несі, жылқысы. Кімде қалды жұрнағы аға? Талдықтың жылқысы. Александр Федорович. Александр Федорович та қалды. Мына палуантордың өзі мінекей 7,5 жаста 145 бойы. Ұзындығы 163. Касай длина дейді. Ол деген анадан қанша? 8 сантиметр артық длинасы. Ол деген өте кеудесі 190 болды сол кезде. Аяғы 20 сантиметр, салмағы 573 килограмм. Ал қазіргі оны линиясы жаңағы айғырлардікі. Палуанжан. 64-те 7 килограмм. Средний, биометрический оборот. Биелері 506 килограмм. Вот міне жігіттер ойламаңдар, міне Серік Сайтжан ағамыз айтып отыр, торы жылқы мұғалжар болмайды деген өте қате ұғым ол деген.